Асқабақтың мыңда бір ауруға дауа екенін білесіз бе? Сәлем оқырмандарым. Бүгінгі видеода асқабақтың пайдасы мен зияны туралы айтып өтпекшімін. Ал енді осындай асқабақтың пайдасы мен зияны туралы білу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Достар, біздің каналымыздың өсуіне сіздердің кішкене лайктарыңыз бен комментарийлеріңіздің көмегі тиеді. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді асқабақтың пайдасы жайлы айта өтейік. Асқабақ әсіресе асқазаны ауыратындарға таптырмайтын дәрі. Сонымен бірге жүрегі әлсіздерге, түрлі аурудан жүдеп, шаршағандарға қуат беретін бірден бір пайдалы ас. Асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін күйген денеге таңуға болады. Мұны дәрігерлер де мақұлдайды. Отқа, ыстық суға күйіп қалғандар үй жағдайында асқабақтың сары етін алып таңса болғаны. Асқабақтың құрамындағы ақуыздар каротин, кальций, темір, магний, фосфор және А, В1, В2 және С дәрумендері ағзадағы зат алмасу процесін жеңілдететін Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумендері бар. Мыңда бір ауруға дауа болатын асқабақтың пайдасын айтып танысу мүмкін емес. Ол көзі нашар көретіндерге, қан аздыққа, анемия, семіздікке, несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларына, өт айдауға, бүйрекке, паразиттерді жоюға көмектеседі. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Асқабақ шырынын ішудің артықшылықтары. Асқабақ шырыны бұл пайдалы заттардың нақты мөлшері. Оның емдік қасиеттері тек қана қызықтырады. Жеміс шырыны пектин, темір, магний, кальций, калий, В, С, Е дәрумендерімен байытылған. Бұл өнім иммундық жүйені нығайтады және барлық мүшелерге жағымды әсер етеді. Асқабақ шырынының мынандай емдік қасиеттері бар. Қабынуға қарсы, шашты нығайтады, көруді жақсартады, өтті тастан және бауырды токсиндерден тазартады, қан айналымын жақсартады. Ескерту: асқабақтың шырыны күшті диуретикалық әсерге ие. Бүйректегі немесе қуықтағы үлкен тастары бар адамдар осы өнімді сақтықпен қолданулары керек. Тек дәрігермен кеңескеннен кейін ғана пайдаланады. Витаминдер мен пайдалы элементтердің жоғары болуына байланысты асқабақтың көптеген дәрілік қасиеттері бар. Дәстүрлі медицинада, косметологияда кеңінен қолданады. Медицинада асқабақты қолдану осындай ауруларға арналған. Циститпен, нефритпен, колитпен тыныштандыру, асқазан ішек жолдарының ауруларында қорыту, метаболизм процестерін жақсарту, ұйқысыздық үшін, депрессияға арналған, гипертониялық және жүрек тамыр аурулары бар, ісіну, тұмау, қабынуға қарсы және иммунитетті күшейтетін өткір, вирустық инфекцияларға, көру сезімінің төмендеуі мен қатерлі ісіктің алдын алу үшін, бауыр аурулары кезінде, тромбоз, қабыну аурулары кезінде қолданады. Косметология саласында асқабақ осындай аурулармен күресу үшін қолданады. Аллергиялық бөртпе, экзема, әжімдер, ақуыз. Сонымен қатар асқабақ жүкті әйелдерге де өте пайдалы екен. Асқабақ шырыны мен целлюлеза иммундық жүйені нығайтады және осы жүкті әйелдердің денсаулығы үшін өте маңызды. Бұл ісіну, бүйректің қабынуын және мочевина үшін тамаша құрал. Асқабақ болашақ ананы токсикозбен, ішқатудан құтқарады. Кейбір жүкті әйелдер асқабаққа бай кератинге аллергияға ұшырауы мүмкін. Егер сіз аллергиялық реакцияларды сезінсеңіз, қышу, бөртпе, асқазанды бұзу өнімді қабылдамау керек. Ішқату кезінде асқабақ тұқымын қолдануға болмайды. Асқабақты қалай таңдасақ болады? Асқабақтың кішігірім жемісті 5 килограммға ғана дейін таңдаңыз.
ол дәмді әрі пайдалы болады. Піскен жемістер кеуіп, құйрықты, анық көрінетін құрылымы бар тығыз теріге ие. Бетінде шірік дақтары бар және басқа зақымдары да болуы тиіс. Асқабақтың кесілген кесіктерін сатып алмаңыз. Сізбен қисық қажетті мөлшерін кесуді сұраңыз. Асқабақтың зиян және қарсы көрсетілімдері. Асқабақтың көптеген қоректік заттар мен витаминдер бар екеніне қарамастан, диеталық өнім болып табылады. Оның қолдануына бірнеше қарама-қайшылықтар бар. Оларға жеке төзімсіздік пен кейбір аурулар жатады. Оған мынадай аурулар жатады: қант диабеті, ішек тосқауылдары, гипертензия, өткір ойық және немесе ішектің жарасы, гастрит, асқазан шырынының қышқылдық деңгейін көтеру. Бұдан басқа өнімнің көп мөлшерін жеуге болмайды. Себебі бұл сусыздандыруға, асқазан ішек ауруларына аллергиялық бөртпе әкелуі мүмкін. Осылайша асқабақ витаминдер мен қоректік заттардың құнды көзі болып табылады. Көптеген терапиялық әсерлерге ие. Дегенмен өнімді асыра пайдалану және оны қолдану қарсы жағдайда ғана сіздің денсаулығыңызға зиян тигізеді. Ал енді, құрметті оқырмандарым, осы видео сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Егер де сізге пайдасын тигізіп жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.